Сәлеметсіздер ме, құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгін біздің клиентіміз массажға келіп отыр. Бұл клиентіміздің жалғысы остеохондроз. Дәрігерге барған, қанша уколдар алдым дейді, ешқандай да пайдасы болған жоқ дейді. Жасы 45-те. Бұл клиентіміз мойын жақ дейді. Кәдімгі мойын жақтан бастап дейді. Полный денем бәрі ауыр дейді. Оқытылып та, біздің қазақтар негізі оқытылады да, шоқытылады да, дәрігерге барады. Сөйтіп қанша нелер істедім дейді. Еш қайсы болған пайда берген жоқ дейді. Сөйтіп енді ең соңғы нем қалды дейді. Массаж алам енді дейді. Амал жоқ дейді. Енді бұл остеохондроз дегеніміз, негізі остеохондроз деп айтылған ғой бұл кісіге. Остеохондроз дегеніміз бұл омыртқаның шеміршектері мен дискілерінің зақымдалуы болып есептеледі. Көбінесе мойын, бел және полный кеуде бөлігі, даже алды жақтары да қатты ауырсынады. Мойын, арқа немесе белдің ауруы болады, бас айналу, бас ауру, сондай нелер болады. Бұл кісіде тура сол келген кезінде осындай жалбымен келді. Тұрсам дейді, кәдімгі басым айналды. Мен ойлаппын дейді, қаным аз деп дейді. Барлығы нормада дейді. Сөйтіп остеохондроз денесін қарасаңызшы, бүйтіп. Негізі қараңыздар. Қазір мен әселмен, балмен массаж жасаймын. Именно қазіргі уақытта жасайтын. Біреулерді білесіз я, мынау неде, осы неде миотпен істесе, осы балмен істейтін болса, кейбір апаларымыздікі жасы үлкен, даже осы 40-тан аса да нелерде давлениясы бар кісілерді айтайыншы, давлениясы бар кісілерге балмен істесе, кәдімгі давлениясы көтеріліп кетеді дейді. Тура сол давлениясы көтерілмейтіндей қылып, мен қазір жасап беремін. Бұған біздер не істетеміз? Балға үлкен қасықпен бір қасық бал аламыз. Сосын бір штук аспиринді жақсылап майдалаймыз. Қазір сіздерге көрсетемін. Дәл сол жағдайда массаж жасаймыз. Өте керемет жағдай болады. 2 күннің ішінде мына денедегі тұздардың барлығы керемет болып жеңілдеп, бас ауруы, бас айналуы барлығы қалып кетеді, Құдай қаласа. Бізге жаңағы айтқанымдай, міне, бір қасық бал, міне, бір қасық бал. Сосын бізге ацетилбая кислота, аспирин. Негізі 2 қасық қоссаңыздар да болады. Өте давлениясы жоғары, сезімтал болса да, дәл осылай қоссаңыздар болады. Міне, екеуіне қосып жіберейік. Міне, аспириніміз. Аспирин таблеткасын езіп. Енді дәл осылай қылып саламыз. Міне. Көрдіңіздер. Дәл осылай алып енді, міне, араластырып аламыз. Араластырғанда да міне, көресіздер ғой, бұл уже қатты уже соңғылары қалған. Мен қолыма ешқандай да перчатка кимеймін. Перчатка киілмейді. Мынаны қараңыз. Қандай балмен аспириннің араласқанын қарасаңызшы. Кәдімгі реакция деген күшті. Бұны не үшін қосамыз? Мысалға әсел, балымыз суықталады. Аспирин, вообще денедегі тұздар бар ғой, соларды еріткенде енді айта алмаймын. Күшті болады енді әсері. Сосын бар ғой, бір несін айтайыншы. Даже тура осылай істеп, әйел кісілер тампон қылып қойсаңыздар, енді керемет киста эрозия болады ғой, соны енді зор емдейді. Қараңыздар, міне, тура осылай араластырып алды, қараңыздар. Әдемі көрініске кірді. Енді перчатка кимейміз деп айттым ма жаңа, перчатка ешқандай киілмейді. Бірден бас салып, сразу немен неғып кетпейміз, балмен істемейміз. Бірінші точкілерін ашып аламыз. Вазелин.
менің ең кереметтей көмекшім бұл вазелин. Так, негізі бұл остеохондроз массажында ешқандай жастықты істетпейміз. Аламыз. Сонша қатты ауырған соншалықты мынау несіне сүлгіні неғып келген ғой. Мойным кәдімгідей ауырып баратыр. Енді қараңыздар. Тур осы омыртқаны точканы ашу үшін бірінші бізде омыртқадан бастап екі қолдың мынау екі саусақтың ортасында омыртқа қалу керек. Омыртқаны баспаймыз ешқандай. Омыртқаны басып езуге болмайды, жаншуге болмайды. Дәл осы немен точка ашылады. Қараңыздар. Сосын давлениясы жоғары кісілерді дәл осылай жасап алу керек бірінші. Сосын балды жаға береміз. Остеохондроз болғаннан кейін, енді бұл кісінікіні беліне дейін істейміз. Тура осы жерге дейін. Жаңағы айтқанымдай перчатка істетпейміз. Қазір мен үстінен бал жаққаннан соң сондай перчатка істетпейміз. Бірден келіп мына балды жақсақта, мынау дене деген тітіркенеді. Тері. Негізі біз өзімізге қарағанда мынау тері тітіркеніш келеді. Тері тітіркенгеннен кейін бұл аурулардың вообще несі де келеді. Үші мысалға тері аурулары, псориаз деген, аллергия дегендер ше. Енді жаңағы қоспамыз. Балмен, бір қасық балмен, 2 аспирин. Қараңыздар, қандай реакция кірген. Даже бар ғой, бұны айтайыншы. Шамалдаған кездеріңізде де бар ғой, сразым кешке жатар кезге осындай немен қолларыңызға алыңыздар да, кәдімгі таза қолға да ауыздарыңызға алып, ауыздарыңызға салғаннан кейін артынша ыстықтау 100 миллиграмм бокалмен суды ішсеңіздер, терлегенде бар ғой, тұмау болсаңыздар, тұмаудың бәрін көшіріп алып кетеді. Міне, көресіздер ғой. Бұл дегенің енді. Бісміллә, бастаймыз. Ем болсын. Жаға берем, өстіп. Мойын жақтан. Дауысын қарасаңыздаршы, қандай. Қолыңыз қимылдатпаңыз. Тәрілкеде бал тұр. Қазір бар ғой, мына аспирин вообще жоқ болып қалады, көресіздер ғой. Шыдаймыз. Көрдіңіздер ғой, мына жақтарға жақтық. Мына жақтарға полный жақтық. Енді бел жаққа қалды. Көрдіңіздер ме? Бұл бел жаққа алып келеміз. Тур осылай. Точкасымен. Жаймен. Көресіздер уже. Бәрібір еркек кісілер ауруға шыдамайды, сразым деген.
Дәл осылай, міне қараңыздар. Көресіздер ме? Жаңағыдай. Даже мына қолымдағы нелердің бәрі жабысып жатыр. Біразға қалдырдық, 10-15 минутке қалдырып, тура осылай. Бірден сразу әселді жаққаннан кейін 10-15 минутке қалдырамыз. Сосын міне тартамыз. Шыдаймыз. Дәл осылай. Дене деген кәдімгідей қылып тұр. Осыны. Осылай. Жолып шығамыз. Сіңу керек, денеге сіңіп. Мұны аспириндер еріп дегендей. Тура осы жағдайда 1 сағат, 2 сағат солай жатса да бар ғой. Мынау неде вообще ешқандай мына көресіздер ме мына аспирин нелері, бұлар вообще қалмайды. Жасап көріңіздер осыны. Менің YouTube каналыма тіркеліп өтіңіздер. Ең керемет ақпараттар менде. Енді дәл осы немен 1 сағаттай үстіне жауып қоямыз. 1 сағаттан кейін ашып, ыстық немен, сүлгімен, ыстық сумен жуып тастау керек. Жуып тастағаны сүртіп алу керек та. Сүртіп алу керек. Өте керемет болады. Мынау денесінің бәрі қызып жатыр. Анау неде от терапиясы дейді ғой. От терапиясыдан тура осы терапия жақсы. Бал мен аспирин. Өте керемет ем болады. Ал ем болсын сізге.